Қазақстанда 4000 мектеп салған кеңестік қоғам қайраткері ауылда туған. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Жаңаталап ауылы тумасының еңбек жолы Торғай қаласындағы Қазақ мұңы газетінің редакциясына енуден басталған. Содан бері Тәжікстан үкіметінің қаржы комиссары, Өзбекстанның халық ағарту комиссары қызметін атқарғаннан кейін, Қазақстандағы дәл сондай қызметке келіп, қазақ орта мектептерінің санын арттыруға тікелей атсалысады. Негізгі мамандығы заңгер болса да, араб, парсы, шағатай, өзбек, түрікмен, татар, башқұр тілдерінде еркін сөйлеген. Ол таланттарды тауып, оларға жұмыспен оқуға жағдай жасау үшін күш салған. Мысалға суретші Әбілхан Қастеев осы тұлғаның арқасында Николай Гаврилұлы Хлудовтың шеберханасына қабылданып, Мәскеуде білімін арттырған. Сол сияқты халық әртісі Күләш Байсейітова, композитор Ахмет Жұбанов, Евгений Брусиловский сынды өнер майталмандары өз мақалаларында оның шығармашыл зиялылар ішіндегі үлкен абыройы мен сыйлы екендігін айтып кеткен. Оның себебі кейіпкеріміздің өнерді терең түсінуі және оған жанашырлығы. Оның басты идеясы халықты надандықтан құтқару, оларға қазақ өнерін дәріптеу, ал оған дәлел ретінде оның Қазақ педагогикалық институтының бір жылғы жұмысы, Қазақстанда сауатсыздықты жою жұмысы туралы еңбектерін айтуға болады. Ол Тұрмағамбет Істілеуұлының шәкірті, оның арқасында мұғалімдердің жалақы, тұрғын үй мәселелері шешіліп отыр. Аграрлық зерттеу, медициналық, педагогикалық, тау-кен металлургия институттары мен консерватория, музей, киностудия, театрлар ашылды. Алайда оған Жапон агенті, антисоветтік ұйымның мүшесі, халық жауы деп айып тағылып, ату жазасына кесілді. Ол өз еңбегінің құнын уақыт өте келе тарих пен халық бағалайтынын меңзеген, және оның есімі Темірбек Қараұлы Жүргенов.